Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен бірге биологияны жетік меңгерем онлайн курсы және оның авторы Шәкәрімова Ардақ Қалымғожа. Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен бейімдеушілік және түрдің критерийлері атты тақырыптарды қарастырамыз. Бұл 9 сыныптағы соңғы тақырыптар. Осы тақырыптардан кейін біз 9 сыныптың материалын толық меңгерген болып есептелеміз де 10 сыныптың материалдарын қарастыратын боламыз. Жалпы, ең бірінші бейімдеушілікке тоқталайық. Бейімдеушілік дегеніміз не? Тірі ағзалардың қоршаған ортаның нақты жағдайына тірі қалуын қамтамасыз ететін сыртқы құрылысындағы, физиологиясындағы немесе мінез құлқындағы өзгерісті айтамыз. Яғни, тірі ағза белгілі бір орта жағдайына сай өзінің сыртқы құрылысын, физиологиясын өзгертеді тірі қалу үшін. Бейімдеушіліктің жалпы үлкен 3 топқа бөледі екенбіз. Біріншісі ол қоректік мамандану, екіншісі климатқа бейімделу, үшіншісі қорғаныш реңдері. Енді біріншісі қоректік мамандануға тоқталайық. Яғни жануарлардың көптеген түрлері қорек жетіспеуіне байланысты немесе ағзалардың арасында тіршілік үшін күрестің күрделенуіне байланысты басқа қорекке тенуге көшеді. Соған байланысты оның дене құрылысындағы белгілі бір айырмашылықтар немесе физиологиясында бір айырмашылықтар пайда болады. Мысалы үшін құстардың бастапқы бір түрі болған, олардың біреуі мысалы үшін жыртқыш құстарға түзілгеннен, сондықтан етпен қоректенетіндер, олар жыртқыш тұмсықтары не тәрізді, өткір болып келген. Енді біреулері ағаштың тоқылдақтар, ағаштың діңіндегі бунақ денелерді жеуге бейімделуіне байланысты тұмсығы қашау тәрізді. Ал енді басқа жануарлар, құстардікі, мысалға үшін қайшы ауыздікі қайшы тәрізді. Яғни, әр ағза өзінің қорек етуіне байланысты өзінде белгілі бір ерекшеліктер пайда болады. Не физиологиясында, не бір сыртқы әрекеттерінде. Бұл қоректік мамандану деп аталады екен. Екінші бейімделудің түрі бұл климатқа бейімделу. Бұл ең көп тараған бейімдеушілікке мысал болады. Мысалға алатын болсақ, солтүстік ортада тіршілік ететін ағзалардың тері астындағы май қабаты қалың болады, жүнді жамылғысы қалың болады, ал оңтүстікте тіршілік ететін ағзалардың, мысалға алатын болсақ, түлкілерді салыстырсақ, көлемі кішкентай, түкті жамылғысы жұқарақ болуы, ол климатқа байланысты. Әр ағза өзінің тіршілік ететін мекен ортасына сай, сол ортаның климатына сай өзіндік ерекшеліктер пайда болады. Енді үшінші ең көп түрлері бар қорғаныш рең. Қорғаныш рең бұл ағзаны сыртқы ортадағы жауларынан сыртқы пішіні немесе түсі арқылы қорғану мақсатында пайда болады. Оның біріншісі бүркеніш реңі. Өзі қорғаныш рең негізі бірнеше топқа бөлінеді. Жаңағы айтып өткендей, оның біріншісі бүркеніш реңі. Бүркеніш реңі ол ағзаның түсі қоршаған ортаның түсіне сәйкес келеді. Мысалы үшін шегірткелер жасыл түсті, жапырақтың ішінде өмір сүретіндіктен. Қоян қыста ақ түсті, жазда сұрғыл түсті, сұр түсті. Неге? Себебі ол қыста қарда көрінбес үшін. Яғни бүркеніш рең ағзаның сыртқы реңі оның қоршаған ортаға сәйкес келуі. Хамелеон ең басты мысал үшін. Ол қандай ортадан өтсе, сол ортаның түсіне сай түсі өзгеріп отырады. Немесе құбылғы дейміз, қазақша. Енді бөлшектену реңі, яғни ағзаның түсі жолақ пайда болады, денесінің түсінің тұтастығы жойылады. Әртүрлі жолақтар, жолбарыс, онан кейін зебра сияқты жануарлар бөлшектену, дененің түсі тұтастығы жойылып, жолақтардың пайда болуы. Көлегейлену реңі, жарық пен көлеңкенің құбыла көрінуі. Мысалы үшін кейбір балықтардың денесінің үсті бөлігі, арқа бөлігі күңгірт болса, құрсақ бөлігі ашық түсті, яғни бұл көлегейлену. Енді төртінші түрі қорғаныш реңінің мимикрия. Бұл немесе
ағзалар өзінің қорғанбаған ағзалар қорғанышы бар ағзаларға ұқсас болады. Мысалға алатын болсақ, осы жыландар улы жыландарға түсі мен пішінімен ұқсайды. Сол сияқты мимикрияға мысалға алатын болсақ, кейбір қоңыздардың немесе бунақденелердің пішіні жапыраққа ұқсас болады. Яғни мимикрия ағза өзінің түсімен немесе денесінің пішінімен қорғануы, мына басқа бір ағзаға немесе бір ұқсап алуы осы мимикрия деп аталады екен. Яғни бұл ол ағзаның тірі қалуына мүмкіндік береді, оны қорғайды. Сондықтан жалпы бұл реңдерді қорғаныш деп аталатыны осындадан екен. Ең соңғысы бұл демонстрация, немесе бұл реңді біз қалай түсінеміз? Яғни қауіпті жануарлар өздерінің түсінің ашық, айқын болуымен қоршаған ағзаларға белгі береді, мен улымын деп. Мысалға, улы жәндіктер көбінесе қызыл түсті болады, және оларда нүктелер болады. Мысал үшін қаңғызы деген божая коровка демзе, қызыл түсті және нүктелері бар. Ол мына торғайлар сияқты құстарға өзінің улы екенін сыртқы келбетімен айтып тұр. Сонымен қоса демонстрацияға тағы да мысал болатын кейбір ағзалар айбат шегеді. Мысал үшін кең алқып немесе кобра дейміз, батат деген сияқты кесіркелер өздері дене пішімен скунс та осыған мысал болады. Яғни ағзалар өздерінің дене пішіндерін өзгерту арқылы, айбат шегу арқылы мына басқа қоршаған ағзаларға не істеп тұр? Өзінің қауіпті екендігін жариялап тұр. Яғни бұны біз демонстрация дейді екенбіз. Сонда қорғаныш реңі бірінші бүркеніш болды. Түсі қоршаған ортаға сәйкес. Бөлшектену, тұтастығы жойылады, жолақтар. Көлегейлену, екі жарық пен көлеңкеге құбылуы. Мимикрия, яғни қорғанысы жоқ ағзалар қорғанысы бар ағзаларға ұқсап алады. Демонстрация ағза өзінің қауіпті екенін түсімен немесе мінез құлқының ерекшеліктерімен қоршаған ортаға жариялауы. Енді сонымен бейімдеушілік, бірақ балалар қанша ағза бейімделгенмен ол мына қалай айтсам екен, толықтай 100%, 100% оның тірі қалуға мүмкіндігі жоқ. Мысалы үшін тасбақалар білесіздер, тас сауыттың ішіне кіріп алып, жауларынан қорғанады. Бірақ жыртқыш құстар тасбақалар биікке алып ұшып, оны жерге тастағанда тасбақаның сауыты жарылып, ішіндегісін жеп қояды. Сол сияқты мына қояндар қыста ақ, жазда сұр болуы болғанмен де ол ағаштың жанынан өткенде қоян ақ түсі көрініп, жауларына көрініп қалады. Яғни бейімдеушілік бұл ағзаға 100% бейімделу мүмкін емес. Бәрі ағзаның тірі қалуын қамтамасыз етпейді екен. Балалар, енді осы тақырыпта қарастыратын екінші ұғымымыз ол түр түзілу және түр критерийлері. Түр дегеніміз не? Түр дегеніміз сыртқы ішкі белгілері ұқсас, тіршілік ету үрдісі ұқсас, бірдей жағдайда қажет ететін, белгілі бір аумақта популяция түрінде мекендейтін басқа түр дараларымен будандаспайтын даралардың тобы екен. Яғни осы жерден ұғатынымыз түр ол бір түрге жататын даралардың түрі, сыртқы ішкі белгілері ұқсас, физиологиясы ұқсас, сонымен қоса оларға бірдей жағдай қажет, басқа түрдің дараларынан популяция арқылы оқшауланған басқа екі түр даралары бір-бірімен будандаса алмайды екен. Ең алғаш рет түр терминін 1735 жылы ғылымға жүйелеу ғылымын негізін салушы Карл Линней енгізген екен. Сақтаймыз, 1735 жылы түр терминін енгізген Карл Линней. Жалпы енді осы түрді сипаттауда қолданатын көрсеткіштерді біз түр критерийлері деп атайды екенбіз. Қандай түр критерийлері бар? Ең біріншісі ол морфологиялық. Яғни түрдің сыртқы ішкі белгілерінің ұқсас болуы. Яғни бір түрге жататын даралардың сыртқы ішкі белгілері ұқсас. Бұл ең ежелгі критерий екен. Екіншісі физиологиялық критерий. Бұл бір түрге жататын даралардың тіршілік әрекеттері ұқсас. Көбеюі, қоректенуі, қан айналымы, басқа да тіршілік әрекеттерінің ұқсас болуы екен.
Төртіншісі генетикалық критерий. Бұл бір түрге жататын даралардың хромосома саны, құрылысы ұқсас болады. Бұл ең маңызды түр критерийі болып табылады екен. Келесі биохимиялық критерий. Бұл ақуызбен жалпы ферменттер, басқа да химиялық элемент қосылыстардың бір түрге жататын дараларда ұқсас болуы. Экологиялық, яғни бұл түрге әсер ететін тіршілік орта жағдайларының ұқсастығы. Яғни бір түрге жататын даралар бірдей орта жағдайларын қалайды. Географиялық, бұл түрдің таралу аймағы. Жер шарында осы түр қандай аймақта таралғандығын анықтайтын критерий бізде балалар географиялық критерий деп аталады екен. Келесі этологиялық. Бұл түрге тән мінез құлықтың ерекшеліктері. Этологиялық критерий тек жануарларға тән екен. Өсімдіктерге этологиялық критерий тән емес. Мысалға алатын болсақ, біз айтамыз, қасқыр өте жақсы жүгіреді, мысалы үшін иіс сезгіш қабілеті жоғары деген сияқты сипаттамалар бұл этологиялық критерий екен. Соңғы критерий бұл репродуктивті. Бір түрге жататын даралардың өзара еркін шағылысып, артына өсімтал ұрпақ беруі. Яғни екі түрге жататын даралар бір-бірімен будандаспайды. Репродуктивті еркін будандасу деген мағынаны білдіреді екен. Балалар, енді біз сіздермен түрдің түзілуі түрлі әдістерін қарастырамыз. Түрдің түзілуінің екі түрі бар екен. Біріншісі географиялық түр түзілу. Бұл географиялық түр түзілу дегеніміз түрдің тіршілік ететін аумағында белгілі бір географиялық кедергі, тау, өзен, теңіз, шөл пайда болады. Сол кедергі түрдің таралу аймағын екі бөлікке бөледі. Екіге бөлікке бөлінген түр бір-бірінен оқшауланады. Уақыт өте келе олардың да айырмашылықтар жинақталып, олардан екі жаңа түр түзіледі екен. Яғни географиялық түрдің ең басты ерекшелігі олардың таралу аймағының кедергі арқылы оқшаулануы. Осыған байланысты айырмашылықтар жинақталып, жаңа түрдің түзілуі. Мысалы үшін, Галапагос аралындағы Дарвиннің торғайлары әртүрлі аралдарға бөлінген, соның әсерінен сол аралдың қорек жағдайына бейімделіп, мына құстардың, торғайлардың тұмсықтары әртүрлі болып, жеке түрге айналған екен. Сол сияқты екінші мысал, үлкен каньонның екі жағындағы тиындар оқшауланып каньон арқылы, сол екі жағындағы тиын екі бөлек тиынның түріне айналған. Енді экологиялық критерий. Бұл жерде географиялық аймақта тіршілік ететін, бір географиялық аймақта тіршілік ететін популяцияларда әртүрлі қорекке, мекен ету ортасына, немесе көбею уақытына бейімделу нәтижесінде жаңа түр пайда болады. Яғни бұл ареал бірдей, бірақ оларда қорекке, мекен ету ортасына, немесе көбею уақытына байланысты айырмашылықтар пайда болады. Соған байланысты екі түр түзіледі екен. Мысалы, алма шыбыны бірі доланада, екіншісі алмада тіршілік етті. Уақыт өте келе екі түр тармағы пайда болды. Африкадағы Виктория көлінде сиклит балықтары бір көлде өмір сүргенімен әртүрлі тереңдікте, әртүрлі қорекпен қоректенуіне байланысты оларда да түр тармақтары пайда болған екен. Сонда қарап отырсақ, географиялық түр түзілу ол ареал бөлшектенеді. Ареал дегеніміз, балалар, сақтаймыз, түрдің таралу аймағы. Ал экологиялық түр түзілуде ареал бөлшектенбейді, яғни тұтас бір географиялық аумақ, онда тек қоректік мамандану жүреді, немесе олардың көбею уақытында айырмашылықтар пайда болады, немесе олардың қорекке байланысты мамандану жүреді. Соған байланысты олар әртүрлі түр түзілуге пайда болады екен. Сонымен және бір ұғымды айта кетейін, ол эндемик деген. Эндемик дегеніміз белгілі бір аймақта ғана тіршілік ететін ағзалардың түрі екен. Бұл түр, мысалы үшін эндемик түр, жер шарының басқа аймағында өмір сүрмейді. Сондықтан оны біз эндемик деп атайды екенбіз. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен бейімделу,
түрдің критерийлері, түрдің түзілу түрлері атты тақырыптарды толықтай талдадық. Бүгін біз сіздермен сонымен қоса 9 сыныптың тақырыбын біттік. Сіздерге бүгін жалпы бүгінгі тақырыпта басқа тақырыптарда ұғынықты болды ғой деген ойдамын. Енді сіздерден сұралатыны, сіздерге ұсынылған слайд презентацияны толықтай жазып алыңыздар. Жазу міндетті, себебі сіздер білесіздер, жазу барысында сіздер тағы да бір рет еске сақтайсыздар. Сонымен қоса өздеріңізге берілетін онлайн тест платформасындағы тестті шешеміз. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.